Алдарыңызда оформление сабағы, яғни шапка профиляны өзгерту. Алдарыңызда менің парақшам тұр. Шапка профилі дегеніміз мінекей мынау стористің алдында тұрған мына бөлігі. Яғни үстінде менің логинім бар, менің аватаркам бар. Содан кейін мынау қазақ блог бизнес леди KZ деп тұрған ол имя профилі. Личный блог деген кішкентай жазумен жазылып тұрған ол менің бизнес аккаунт екендігімді білдіретін белгі. Одан кейін Сейсенбаева Диана, WhatsApp дегенге дейін жазудың барлығы описание. API WhatsApp деген ссылка тұрған ол менің WhatsApp'ыма прямой ссылка, ол жерге кез келген ссылка қоюға болады. Одан кейін 45-ші квартал Караганда деп тұр, яғни ол менің адресім және менің қалам. Осыны қалай істейміз? Редактировать профильді басасыз. Егер профиль фотосын өзгертсеңіз, сменить фото профилін кіресіз, басасыз. Бұл өте оңай. Оны көрсетпей қояйын. Имя деген жер, ол яғни қарамен жазылып тұратын строка. Бұл өте маңызды строка. Сіздерде осылай үлкен әріппен жазғаныңыз дұрыс болады. Бұл жерге көп сөз сыймайды. Көрдіңіздер ма? Примерно осындай количество сөз ғана қолдану керек. Егер де сіз артық сөз жазсаңыз, ол галочка басқан кезде қабылданбай қалады. Мына жерге өзіңіздің жаңағы имя профиліңізді жазасыз. Яғни сізде қандай блог, мысалға тігінші, саяхатшы, жас ана, жас блогер деген сияқты. Имя пользователя Диана блог деген ол менің логинім. Логиндарыңызды өзгертсеңіз, осы жерге жазасыз. Сайт деген ол ссылка. Бұл жерге кез келген ссылканы қоюға болады. Яғни сіздің WhatsApp-ыңызға ссылка қоюға болады, сіздің бір YouTube каналыңызға, немесе Instagram-дағы постыңызға да ссылкаңызды қоюға болады, немесе басқа TapLink деген бар, басқа да осындай серверларды қойсаңыз болады. Мен қолданатын сервер ол өте оңай, WhatsApp деп жазылып тұрады мынандай ссылкамен. Мынау 747-970 деген ол менің номерім тұр. Бұл ссылканы қою өте оңай. Яғни сізде тура осылай қоя аласыз. Ол үшін сіз осыны копировать етіп, аяқ жағына өзіңіздің номеріңізді қойып қойсаңыз, және вставить етесіз, болды. Яғни сізде де активный ссылка болады. Сіз сол ссылканы басқан кезде сіздің WhatsApp-ыңыз ашылып тұрады. О себе деген бөлігі мінекей, бұл сіздің нағыз описаниеңіз. Осы жерге өзіңіз жайлы жазасыз. Бұл жерде де сөзге ограничение бар. 126 ма, 127 ма сондай символ ғана сыяды, одан артыққа сыймайды. Сондықтан соған сиятындай етіп жазу керек. Егер сыймай жатса, тоже азайтасыз. Кез келген уақытта оны өзгерте аласыз. Информация в профилі, мынау менің бизнес аккаунтымның белгілері. Сіздің қалаңызды қалай жазу керек? Способы связиді басқан кезде соны өзгертуге болады. Менің электронный почтам жазылып тұр, және номерім именно 45-ші квартал Караганда деп тұр, соны басасыз, и осы жерде өзіңіздің қалаңызды таңдап қойып қоясыз. Яғни сізде жаңағы символдардың орнына алып, описанияға жазып керек емес, өзі бөлек строкада осылай Тараз, Қарағанды, Алматы, Астана деп көрсетіліп тұрады. Галочкаңызды басасыз. Егер адресті удалить ету керек болса, удалитті басасыз, болды. Өте оңай. Болды, мінекей. Мына жерде женский, номер телефонын тоже өзгерте аласыз. Галочканы басасыз, болды. Енді келесі видео сабақ. Актуальный мынандай WhatsApp ссылкаға TapLink деген ссылканы қалай қоюға болады. Ол өте оңай. Бізде қыздар сұрап жатады, қиын зат сияқты ойлайды, негізде өте оңай. Ол үшін Google-дан сұрайсыз. TapLink деп жазған кезде өзі taplink.ru деген шығады. Осыны басасыз, попробовать сейчас деп ары қарай далее өзіңіздің номеріңізді жазасыз. Сосын аяқ жағында сізге ссылка береді. Сол ссылканы копировать етесіз де, жаңағы сайт деген жерге вставить етесіз, болды. Ссылкаңызды басып тексересіз, істеп тұрады барлығы, өте оңай. Бұның мүмкіншіліктері өте үлкен. Бұл жерде бір ссылкамен сіздің жаңағы YouTube каналыңыз, Telegram каналыңыз, WhatsApp-ыңызға қоюға болады. Солай қолдансаңыз болады. Мен өзім маған басқа жаңағы WhatsApp деген ыңғайлырақ, мына TapLink та бірдей, осыны қолдансаңыз болады.
сторисқа оформленияны қалай жасаймыз? Актуальный сторис мінекей менде тұр ғой. Ол үшін оның 3 әдісі бар. Мен сіздерге 3 әдісін үйретемін. Біріншіден, ондай әдемі актуальный суреттерді қайдан аламыз? Мынандай арнайы приложение бар, Highlight Cover Maker деген. Бұл жерде тегін де, ақылы түрде де дайын макеттерді ала аласыз. Міне кірсеңіз, барлығы бар, түсінікті, ұнағанша өзгертіп таңдай аласыз. Мысалға мынау таңдадық, например. Мына жерде фонды өзгерте аласыз. Иконканы өзгерте аласыз. Мысалға сізде саяхаттау туралы болса, самолеттің суретін, кітаптың суретін мысалға таңдадыңыз, галочканы басасыз, үстіңгі сохранитті басасыз, болды, сіздің неңізге, телефоныңызға жүктеледі осындай күйінде. И оны алып былай істейміз. Актуальный стористі қалай өзгертеміз? Мысалы, сізде сторис мүлдем жоқ деп есептейік, новыйды басамыз. Сол жерден сіздің архивтарыңыз тұрады. Мысалға, бірнешеуін таңдасаңыз болады, екеуін таңдадық. Дәлі тақырыбын жазасыз. Мысалға, кітаптар. Менің кеңесім сіздерге әдемі қылдырып жазу және сурет қойып қою. Смайликпен өйткені қызығырақ болып көрінеді. Кітаптар и редактировать обложку дейміз. Фото таңдаған кезде мынау изображениен сурет тұр ғой, соны басасыз. Міне жаңағы сіздің макетіңіз домалақ болып дайын тұр. Дәлен басасыз. Готово болды. Ешқандай қиындығы жоқ, готово. Мінекей сіздің оформленияңыз өзгерді. Екінші әдіс, ол өте қарапайым әдіс. Инстаграмның өзінде қолданылатын. Стористі басасыз. Астыға түсіресіз де. Арнайы мен Google'дан мынандай қарапайым фон скачать етіп алдым. Соны осылай жүктейсіз. Одан кейін мына жерде мына дайын тұрған мына фондарды қолдансаңыз болады, мына жүрекшелерді, мына суреттерді кәдімгідей бүйтіп алып қоя салсаңыз болады. Мысалға, осыны сақтап алайық, например. Бұл бір вариант. Өте оңай вариант бұл. Яғни фантазияда кер жоқ бұл жерге. Немесе мына же смайликтар тұрмын, кез келген смайликті ала аласыз. Мысалы, отбасы дегенге. И осыны үлкейтсеңіз міне, осыны сақтап қоя аласыз. Дайын обработка жасайтын жер ғой бұл. Немесе GIF. GIF-тан мысалы қолдана аласыз. Ағылшынша іздеу салып жазсаңыз болады, қандай сурет керек болып тұр сізге, сол суретті алсаңыз болады. Мысалға, мысалы үшін мен дейді, мынаны ала салайық, мен деген туралы. Бұны біз аламыз, скриншот жасаймыз, себебі бұны сақтаған кезде ол видео сияқты сақталады, бізге видео емес, фотосы керек қой. Сондықтан скриншот жасаймыз. Енді өзгертеміз, тағы да новыйын басамыз. 2 сторис таңдайық мысалға. Дәле мен деп жазамыз. Бұл мен. Фотоны басамыз, таңдаймыз. Мысалға мынаны. Даже кішкене бүйтіп үлкейтіп алсаңыз болады, мінекей ортасына сәйкестендіріп. Дәле. Бұл міне екінші әдіс. Өте керемет әдіс. Тура осындай фонмен барлығын бірдей қылдырып жасасаңыз болады. Яғни фоны бірдей, ал иконкаларын әртүрлі қылдырып. Үшінші әдіс. Ол Canva приложениясы. Міне Canva приложениясын ашасыз. Негізі мен осымен істейтінмін. Всені басасыз. Публикация Instagram, пустойды басасыз. Ортасын жай басқаған кезде жаңағы галерея шығады. Мына фотоны таңдадық. Сосын мына плюсты басасыз. Изображение. Плюсты басасыз. Рисунок. Мына жерде
поиск рисунок деген жерге жазсаңыз болады, сердце деп. Мысалы, тоже суреттер шығады неше түрлі. Міне, мына жүрек. Үлкейтіп алсаңыз болады. Мінекей болды. Осыны алып сақтап аласыз, например. Немесе тағы басқа неме. Осындай әр кез келген суретті алуға болады. Плюс рисунок. Басқа нет жазсақ, мысалға шарик. Көрдіңіз бе, міне шарик деген суреттер шықты. Міне осыларды алып, сақтап, фоныңызды өзгерте аласыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Canva приложениесі туралы видео сабақ. Canva приложениесі бізге не үшін керек? Ол бізге парақшадағы шаблондарды жасау үшін керек. Яғни шаблондық фотоларды жасау үшін. Немесе фотоның үстіндегі жазуларды жасау үшін. Мысалға, мына сурет, ол шаблон тоже, мынау да шаблон. Сондықтан мен түсіндіріп жатқанда сұрап жатады, шаблон деген не деген сияқты. Мысалы, мынау шаблон. Мынаның барлығы шаблондар. Осыны жасау үшін осы Canva приложениесін қолданамыз. Бұл Canva приложениесі өте керемет. Бұл жерде үлкен мүмкіндіктер бар, өте оңай, шексіз дизайндары бар приложение. Бұған қараңыздар. Түрі осындай Canva. Кіресіздер. Міне публикация в Instagram деген варианттар бар. Историяға арналған шаблондар бар, қараңыздар. Өте керемет, міне дайын дизайнмен жасалынған. Осының барлығын қолдансаңыз болады. Міне публикация Facebook, фон для Facebook, бізге керек емес бұлар, в принципе. Бірақ қолдансаңыз да болады негізі. Міне фотоколлаж жасайтын шаблондар дайын. Яғни өзіңіздің фотоларыңызды қойып, өзіңіздің жазуларыңызды қойып, шрифттарды өзгертіп, түстерді өзгерте аласыз деген сөз. Міне плакаттар. Мен ешқай приложениеден көрген жоқпын, чтобы осындай көп варианттар болды дизайнның. Сондықтан Canva осындай жағынан бірінші орында, және көп блогерларда қолданады, және қайталанбас шаблондар жасау болады. Міне флайерлар жасау болады, пригласительный, открытка, публикация, фон, баннер, миниатюра, оформление канала YouTube. Көрдіңіз ба? Бізге керегі міне публикация в Instagram бірінші тұр, всені басасыз. И міне кете береді. Варианттар өте көп. Сіздің таңдаған парақшаңыздың стиліне байланысты, түсіне байланысты, қандай қылдырып істегіңіз келеді, постыңыз не жайлы, рубрикаңыз қандай тақырыпта, соған сәйкес өзіңізге ұнаған фонды, осы жерден шаблонды таңдайсыз сәйкесінше. Бұл жерде шаблондар өте көп. Бізде қыздар көбісі таңдап жатады, осымен істейді, бірақ бас жағынан алады, ал негізіне астыға түспейді. Егер сіз бір күшті оригинальный дизайн іздесеңіз, ешкімде жоқ сияқты іздесеңіз, астына қарай түсе беруге кеңес беремін. Астына қарай түсе берсеңіз, қызықты дүниелерді таба аласыз. Мысалға, сіз мысалы парақшаңыз ПП арықтаумен байланысты болсын дейік. Міне мына шаблон күшті келеді соған, мына сурет. Немесе мына сурет күшті келеді. Бұл жерде тегіндер бар, міне бесплатно деп тұр ғой. Бір деп тұрған, ол значит $1, кажется, или 1 цент па. Негізі бұны да тегін алуға болады. Қалай соны көрсетейін, сразу мысалы сізге мына шаблон ұнады, осыны таңдайсыз, басып. Қалай өзгертеміз? Барлығын бір рет сіздерге көрсетем. Бір рет сіз өзіңізге шаблон жасадыңыз ба, болды, үйреніп аласыз, келесі жолы оңайлықпен жасай бересіз. Мында Canva деген не тұр екен, мысалы өзіңізге басқа сурет алсаңыз болады. Енді мысал ретінде ала салайын. Онда уже өзіңіздің суретіңізді қойдыңыз, мысалы. Мына жерге парақшаның атын жазсаңыз болады. Басқан кезде өзгерте саласыз, өзгерту үшін басасыз, яғни. Диана блог, мысалға. Шрифтін өсіргім кеп тұр, мені. Басқан кезде мынандай шығады. Монтессерат деп тұрған бұл шрифттар.
шрифттар да өте көп. Қыздар бізде тоже бері жағын бүйтіп листать ете салады да, одинаковый шрифттар кейде қолданады. Негізі астыға түсе берсеңіз, өте көп әдемі шрифттар өте көп мұнда. Мысалға, өте көп, бір ерекшесін таңдап көрейік. Сіздерге көрсету үшін. Мысалға мынандай. Немесе мынандай. Галочка басамыз. 15 деп тұрған, бұл размер. Бүйтіп былай өсірсеңіз болады. Немесе 37 деп тұрған, санмен жазсаңыз болады. Мысалы 30 дик, галочка. Болды. Мына ақ, ол түсі. Қызыл, розовый, көк, мысалы қара. Мысалы қара болсын, иә? Мысал ретінде. Мына қызыл фонның өзіне басып бүйтіп жылжытып, бледный қылдыруға болады. Мынау темный қылдыруға көрдіңіз, регулировка өзіңізге. Сосын мына жазу. Бұл жерге өз постыңыз тақырыбын жазасыз. Мысалға, дұрыс тамақтану. Мысал бұл ретінде. Мысалы, дұрыс тамақтану әдістері делік. Сіздің постыңыздың аты. Мына жердегі жазуда мүлдем алып тастасаңыз болады. Енді бұл шрифтті үлкейтсеңіз болады. Опять же, мына таңдаусаңыз болады. Әдемі шрифттар бар өзімін сәйкес келетін. Маған ұнайтын. Дежавю сериф деген ұнайды маған. Курале деген бар ана жерде. Міне, курале. Лучше дежавю сериф. Или форум деген жақсы шрифттар. Кстати, айта кететін жайт. Шрифт таңдағанда міндетті түрде назар аударып қараңыздаршы, өтініш. Көп даже топовый блогерлардың өздері сондай қате жасап жатады. На самом деле ол мүлдем әдемі емес және непрофессионально көрінеді шрифтта. Өйткені қараңызна, дұрыс тамақтану әдістері міне. Шрифт өзі әдемі, бірақ ә деген әріп қазақша әріпті қабылдамай тұр, көріп тұрсыздар ғой. Бұндайды, пожалуйста, не допускайте, бұл жаман көрінеді. Егер қабылдамаса, значит жарайды, онда басқа шрифт таңдаңыз, что полностью сәйкес келеді. Мына идеально жақсы келіп тұр, значит, осыны таңдауға болады. Мынау тоже ә деген бір түрлі болып тұр, но тоже қатты көрінбейді, в принципе, қолдануға болады. Мынау тоже сәйкес келмейді. Көбінесе қазақшаға келе қоймайды негізі. Мынау шрифт жағыз. Енді мына жерде екі жаңағы сөздердің арасы бір үлкен болып тұрған сияқты. Сондықтан интервалды басып, өзгертсеңіз болады. Высота. Межбуквенный. Болды, міне осыны қолданам, өте оңай. Мысалға цветін көк қылдыруға болады. Сор, қызыл, ақ бола берсін. Осылай. Мысалға. Болды, осыны аласыз да, мынаны болып сақтай саласыз. Бұл жай мысал ретінде көрсетіп жатырмын сіздерге әрине. Бірден лентаға жіберуге болады. Бұл автоматты түрде галереяңызға сақталады. Енді тағы бір мысал көрсетейін. Шаблоны, все. Бір әдемі шаблон көрсеткім келіп тұр сіздерге. Сөйтіп қарап жасаған өте оңай. Мысалы. Міне дұрыс тамақтануға мына әдіс күшті келеді. Шаблон әдемі екен. Мынау тоже қара фон күшті шаблон. Кез келген алып өзгерте саласыз. Жазуын, фотосын да, немесе фотосын өзгертпей ақ қолдансаңыз болады. Өзінің шрифттарды әдемі. Мысалы мынау Happy Birthday деп тұрған өте керемет. Мынау фон да керемет екен. Яғни тегін кез келгенді қолдана аласыз. Жылжыта аласыз. Мысалы мынаны таңдайық. Фотосыз таза шаблон болсын, жазумен. Мысалы, бір әңгіме болсын.
мысалы студенттік оқиға дейік, мысалға посттың тақырыбы. иә, енді келтірейік. Мына арасы тым үлкен екен, интервалмен кішірейтіп алайық былай. Маған шрифт ұнап тұрған жоқ, бір әдемі шрифт таңдайық. Мені күшті, оригинальный шрифт. Мына жазуды алып тастайық. Жерге бүйтіп логиніңізді жазып қойсаңыз болады. Үлкені қылдырайық кішкене шрифтті. Бүйтіп жылжытасақ болады. Болды, мінекей сіздің уже шаблоныңыз дайын. Мінекей әп-әдемі шаблон. Қараңыздар, қандай сапалы, қандай профессионалды, қандай дизайнерский, қандай керемет. Өте керемет көрінеді. Осының парақшаға шығарып жасасаңыз, болды, дайын. Осылай Canva-мен жұмыс істейсіз. Ешқандай қиындығы жоқ бұл жерде. Барлығы түсінікті. Енді келесі осы жерден шығатын біздің жұмыс ол превью приложениясы. Превью приложениясында біз өзіміздің контент планымызды жасаймыз. Басынан бастап көрсетейін, бұл жерде менің бүкіл контент пландарым осы жерде. Яғни мен Instagram парақшамда фотоларым бәрі қалай көрінеді, соны мен осылай ретіп қоямын. Бұл да өте оңай приложение. Ағылшынша болса да біз сөздерді қолданбаймыз мүлдем бұл жерде. Мысалға, фотолар жүктеу үшін плюсты басасыз, library деген. Осы жерде мына тұр ғой, қорықпаңыздар. Бұл жердегі жазудан бір-ақ сөз қана керек, әрқашан бізге кнопка, ол library. Яғни галерея. Галереядағы өзіңізді фотоларыңызды аласыз. Мысалға, сіздің осы аптада парақшаңызға шығаратын жоспарлы фотоларыңыз. Мысалға, жаңағы шаблондарды алайық. Мынау. Открыть. Үстіне қосылды. Енді осыны келістіру үшін бүйтіп, мысалы, мына фотоны бүйтіп басып тұрған кезде бүйтіп орынмен ауыстыруға болады. Кез келген жерге ауыстыру жерге болады. Мінекей қараңыз, уже менің парақшамда шыққан посттар, мен осылай алдын ала осылай әдемілеп жоспарлағанмын. Яғни қай фотодан кейін қай фото тұрады, қай посттан кейін қандай пост, қандай шаблондар мен алдын ала дайындалған. Көрдіңіздер ме? Өте керемет. Мен бұған бір күнім уақытымды ғана бөлемін, арнаймын, қалған күндері уайымдамаймын. Мен алдын ала бір аптаға немесе бір айға жасаймын. Мұны жылжыту, орналастыру өте оңай. Мысалға, мынау менің болашақ шығаратын посттарым, мына посттар көрдіңіз, әдемілі. Бұл жерде мен былай реттестіргем бұл фотоларды. Көк пен қызыл, қызыл пен көк, шахматный порядокта, ана жақта өзімнің шаблондарым бар. Өзімнің блогерлік тақырыбыма байланысты тек қана сол бір рубрикаға арналған колонкамен осы кете береді, көрдіңіз ба? Орынмен ауыстыру өте оңай. Мысалға, бүйтіп басып тұрасыз да, бүйтіп жылжытып жібересіз. Басып тұрасыз, жылжытып жібересіз. Кез келгенін солай жылжыта саласыз. Өте оңай приложение. Енді бұған қалай кіру керектігін қазір сіздерге түсіріп жіберемін. Түсіріп көрсетемін. Превьюға кірген кезде ағылшынша ғой, өте оңай, қорықпаңыздар. Мынандай экран шыққан кезде астыңғы жағына next деген жазуды басасыздар. Одан кейін мында екі вариант шығады: login with Instagram и name деп тұрады. Сол жерде name'ді басасыздар. Name'ді басқан жерге атыңызды жазасыздар, немесе кез келген жазуды жаза салуға болады. Сосын кейін келесі мынандай agree бір нәрсе де ағылшынша жазу шығады, где галочка қою керек қой, сол жерге галочканы қоясыздар, continue'ді басасыздар, болды. Сіз уже приложенияға кірдіңіз. Ары қарай жұмыс істеу үшін сізге екі кнопка керек болады. Басқа ешқандай кнопка керек емес. Ол үстіңгі жағында тұрған плюсті басып, галереяны басып, фотоларыңызды жүктейсіздер. Керек фотоларыңыз сол жерде сақталып тұрады. И жылжытып орналастырасыз, ауыстырасыз, қалай керегінше өзіңізге әдемі қылдырып жасайсыз. И жаңағы login with Instagram дегенді бассаңыздар, жаңағындай жазу шығады, авторизация, мынау деген, оны баспайсыздар. Name деген жерге астыңызды жазасыз, и все.